14 маусым біз Батайға баратырмыз. Ақбергенмен. Айнұрлардан бұрын сағат жылдағыдай кешіктіріп бара жатырмын. 10-да басылатын жерге 11-де емес, сағат жол. 12 мұқап тұр почти. 11:39. Батыға кигізілер көрмейді бұларға. Мен жерден флажоктар қойды. Машина ұшқан жерден бар кіресің. Шам болады жақындағанда. На конце живет. Выбор. Батырайды көрдің бе да, көрінісі ба? Жайды онда көрініс. Мына жерде бұрын қалауан ғой ескі. Батырай деген соны археологтар қалауан. Осы мынандай көтеріп қойған ба. Шашып жатыр, сонда да келіп қалатын шығар. Былтыр бұлай шашқан жоқ, кажется. Он шашты, не помню. Машина қатты сондай көрмес сияқты былтыр. Қай жерге қоямыз? Қарауыл, мына жақта. Уже кіреберісте жол жоқ шығар. Оң қары кетіп қалды. Сол жақта ма? Главный міне, арка тұр ғой. Бәрі жанына жоқ уже демен, ана жеріне кіріп кете берсін аттап. Дамбаны. Мына жерде бір осыған қайсыз ба да? Дәл қасында. Мына жақтарда да болды, в принципе, жақын да. Мына шыққан жерге кересір. Aynen o артына қойса любой машина. Қарайсың дағы. Жерден жоқтайсың ба? Электрончикпен. Бәрі бір жерге жиналған концерт батыр значит. Биыл бұлай істепті. Негізі мына жақта болатын кигіз үйлер. Бұлай қарай. Биыл мына жаққа көшіріпті ғой. Ат қайда шығады? Ат мына жақта. Әне. Биыл жақында қылдырған ғой, айдала қылдырмай. Жүргенде кәдімгі расстояние көп болатын. Көкпар мен жаңа кигіз үйлердің арасы. Биыл наоборот, магазиндар мен жерде тұратын бұлай, сосын бұлай. Отатын нелер.
Linyadan. Gönder Yer Sultan Cengiz'e jetti. Oz salmasından şu orunda ye bol. Kıras. Çırpmak böyle. Aziz saçlıklar varken kichkina degan qarab ketib oldi. Aleyküm. Taşlar. Hoppa. Ha, şey grupka usta. Tamam sağ. Tamam. Ama ya. Endi qurotmasak qo'y. Yer tashlay. Kiyib ko'rsin hozir. Şartlar avulmalı mı? Ya. Aslında ya. Salamatсыздар ма? Nereye otur? Ne? Ağzına okuyorsun. Hayır oldu mu? Oldu havası. Nasıl oldu? Ya tırıken koy ver. Tırıken koy çıktı öyle kalma. Tırıken koy diyeyim. Öyle kalmıyor bu. Kalaysın bak. Dak verme. Dak vergen. Aynen diyor. Dak vergen sıkar mı? Tamam. Kalaysın. Kaç kilo? Yaxshi. Şurada kendime kişi. Kamila degan qizning aka-shisi Ajak alga bas ekan. kelingizlar Assalomu alaykum. qarang. Bundanız qalay? Telefonu. Tanitlaringiz bo'lsa jidel aka-shisini yetkazsangizlar. Tanitlaringiz bo'lsa derev ayta solingizlar. Mamasina esimi Shiray. Kamila degan qizimizning onasi. Qanchadan sonda bir Necha tanitlaringiz bo'lsa, Al. onasidan necha akasini aytsangizlar. Yaxshi ekan. Almatdan bir sal kerak. Hurmatli onasi, Bermagan shart. bizde jana sport turi bo'ladi dedingiz, sodan arqa tortish sport turi bor, Qashqar ko'taruv. Samolim show bo'lsa, shaxslarga qatsam deuvchilaringiz bo'lsa, kelingizlar, ko'taruv. Tag'da bir odam kerak. Qimiz sapasini tekshiring deuvchilaringiz bo'lsa, qimizni suyetin, qimizni yaxshi ko'ratin ağalarimiz bo'lsa. Ha, minegi ağamız geldi. Bo'ldi. Osman. Ha, bu kaç? So'rashlar jiyinaldi. Jartimiz bo'laydi.
иә, кішкене ортаға қарай шығарайық, ортаға қарай. Халық көрсін, ел көрсін. Қазір Қалыңыз қалай? қай жақтың қымызы керемет екен білетін боламыз. Құрметті қонақтар, барша алыс жақыннан келген көпшілік тағы да бір ескерту. Мұнда Камила деген 5 жасар қыздың анасы немесе әкесі керек. Мамасының аты Шырай, анасының аты Шырай деген. Апамыз бар ма екен? Танитындарыңыз бар ма екен? Камила деген 5 жасар қыздың анасы, әкесі, туған туысқандар бар ма екен? Дегустацияға үлкен кісілерден алды. Опытный адамдарды. Кімдерге? Ал мінеки. Ережесін? Өзің сүресің бе? Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар. Мына кезде қымыз сапасы деген сайыс болып жатыр. Иә. Мына ақсақалдар қазір қымыз сапасын сайысының ережесін түсіндіріп кетейік. Бұл кісілер қазір қымыз ішеді. Сол бірден бастап 10-ға дейін баға береді. Сонымен бізде осында 11 қымыздың түрі бар әр адамның. Сол кімде балы көп болады, қосып аяғында сол бірінші, екінші, үшінші орын шығарамыз, Алла жазсын. Бәрекелді, ендеше ережемен таныс болдыңыздар. Қазір осында отырған 4 төрешіміз, 4 ағамыз мінеки қымыздың сапасын тексеретін болады. Әр жақтан, әр аймақтан келген қымыздарымыз мінеки төрешілеріміз құйып, өздері ішіп, сапасын көріп, дәмін татып, кейін өздерінің бағасын беретін болады. Ал, бисмилля деп. Мінеки, нөмір 1-ші қымыз. Қазір бағасын жазатын болады, айтатын болады. 1-ден 10-ға дейін бағасын беретін болады. Мінеки, төрешілеріміз өз бағасын беруде. Бірінші нөмір қымыз. Өкінішке орай, әлі біз жасырып, қай жақтың қымыз екенін айтпаймыз, кейін жариялайтын боламыз аяғында. Айтпайды. Өйткені бұл себебі неге? Әділ болу үшін. Аман келді шықсам. 3, 5, 9, 9 деген баға берді. Бірінші қымызға. Кімді көрдің ба? Қошеметтеріңіз. Кім? Ал мінеки екінші қымызымыз кетті. Әлібекті айтамын. Тостағанымызға құйылып жатыр. Қазір екінші қымызымыздың дәмін татып, кейін бағасын беретін болады. Мінеки, төрешілеріміз бағалауда, дәмін татып көруде. Ал бәрекелді, мінеки, төрешілер екінші нөмірлі қымызымызға баға беруде. 5, 6, 8 деген баға берді. Екінші біздің құйылған қымызымызға және де кезек үшінші қымызымызға беріледі. Мінеки үшінші қымызымыздың дәмін көретін болады. Құрметті алыс жақыннан келген көпшілік, бүгінгі осы сайыстың, тамаша керемет қазақтың сайысына куә болыңыздар. Қазір ең керемет, ең сапалы, ең дәмді қымызды соңында анықтайтын боламыз. Бәрекелді, мінеки төрешілеріміз осы қымыздың дәмін татып қазір көруде қалай екен. Өздеріңіз білетіндей, енді қымыздың әр жерде әр түрлісі болады. Сондықтан да баға беруді оңай емес.
Ендеше мінекей үшінші қымызымызға төрешілеріміз баға береді қазір. Қанша болды? 7, 6, 5, 4 деген баға берді біздің үшінші қымызымызға. Кезек төртінші қымызымызға келді. Ал құрметті қонақтар, кетпеңіздер ешқайда. Қазір әдемі, керемет қымыздың анықтап, керемет сайыстың куәсі болайық. Мінекей, төртінші ғой да? Төртінші қымызымызды дәмін тексеруде. Бірінші төрешіміз мінекей бағасын берді. Екінші төрешіміз де берді. Қанша болды? 6, 8, 9, 10 деген баға берді. Біздің төртінші қымызымызға. Кезек бесінші қымызға келді. Ойна, бесінші қымызға. Ал бәрекелді, мінекей бесінші қымызымыздың дәмін татып көруде біздің төрешілеріміз. Бұл төрешілер өздерінің қалауларымен ортадан келген, және де қымызды қай жақтан екен ешкім білмейді. Соңында біз анықтайтын боламыз. Құрметті қонақтар, жана тағы да айта ескере отырайын. Келесі кезектегі сайысымыз ол қымыз ішу сайысы. Сондықтан да баршаларыңызды сол ерлер қауымы жағынан қымыз ішуден сайыс болады, және әйелдер қауымы қымыз ішуден сайыс болады. Ендеше келіңіздер, бүгінгі той сіздердікі. Келіп қатысып, өздеріңіздің бақтарыңызды сынап көріңіздер. Тоғыз, 8, 9, 10 деген баға берді. Бесінші қымызымызға мінекей енді кезек алтыншы қымызда. Алтыншы Кілтін тауып, машина кілтін ба тауып алдым. Қазір объявлять етеді шығар. Ал мінекей қазір бағасын жазатын болады. Жерден 8, 10, 9. Құрметті 80 болып отыр, родной 80. 80 болып отыр, 80. Давай, бас, родной. Егер күн іздеп жүргендеріңіз болса, сақта бөліне. Еще кек қалып тұр, 15-20 минутта. Осы сақта болады, іздеушілер болса, Нормально, 18 бұл, 17 адам. Жаздым 90. 4, 3, 5, 9 деген баға берді. Біздің 10-ші рейдімізде құрметті қонақтар, ендеше соңғы біздің қымызымыз қалды. Бәрекелді, ендеше соңғы қымызымыздың қазір дәмін көріп, сапасын тексеретін боламыз. Кейін бағасын береміз. Содан кейін жеңімпазымызды анықтайтын боламыз. Және қай жақтан екенін айтатын боламыз. Келгенде ойымыздың куәсі болыңыздар. Айбек Еламан. Құрметті қауым, тағы ескерте отырайық. Жаңағы Камила деген қыз қыздың анасы болса, Шырай деген анасы. Айбек Еламан. Шырай деген анасы, қыздың кішкентай қыздың айтуы бойынша, Шырай деген анасы бар екен. Ендеше Камила деген қыз қыздың анасы туған туыстарыңыз болса келіңіздер, өтініш. Жеті мен сегізінші қымыздың бағалары бірдей болып жатыр. Сондықтан да қазір екінші, үшінші орынды анықтау үшін біз тағы бір мәрте сол нөмірлі қымыздарды төрешілерге құйғыздырып, тағы сол кісілеріміз өздері ағаларымыз бағасын беретін болады. Мінекей нөмір 7-ші. Иә. Тағы бір мәрте дәмін татып, бағасын беретін болады.
Құрметті қонақтар, қазір осыдан кейін қыздың Райхан Алдаберген қызы. Мұнда жана Камила деген 5 жасар қызымыз қайда екен? Соның жеңгесі келіп отыр екен. Әне. Жақсы. Құрметті қонақтар, мынау сәбилерімізге, кішкентайларымызға кішкене қарап жүрейікші. Әне, анау жақтадыр, анау жақта. Артында. Былай қарай, шляпада тұр, шляпада. Әрмін қарай. Біргелі. Қазір тағы 8-ші қымыздың дәмін көріп, бірден кейін бағасы береді болады. Құрметті қонақтар, қазір осы сайыстан кейін бізде ерлер және әйелдер арасында қымыз ішу сайысы осы сахна төрінде өтетін болады. Ендеше келіп қатысам деушілеріңіз болса, келіп жазылсаңыздар болады. Келіңіздер, бақтарыңызды сынап көріңіздер, қатысыңыздар. Мінекей, екі қымызға бағасын беріп жатыр біздің төрешілеріміз. Қандай баға? 8-ші нөмірлі қымызымызды мақтап басымырақ деп жатыр біздің төрешілеріміз. Ендеше жеңімпаздарды анықтауға рет келді. Жоқ, үштен бастайықшы, үшінші нөмірді. Ендеше төрешілеріміздің бағасымен және де сапасын тексеріп, өздерінің бағасын беріп, мінекей 3-ші орында иеленген Detayda beni de çekti arada. Бейсейтов Салимхан деген 3 сарт ауылына 3-ші орын иеленді. Қошеметтеріңіз. Және де екінші орында Қарашалаяқов Әзет. Балқаштан мінекей екінші орынды иеленді. Және де құрметті қонақтар, мінекей шешуші сәт 1-ші орынды иеленген Жұмабеков Саят Шалқар ауылы. Қошеметтеріңіз. Құрметті қонақтар, мінекей жеңімпаздарымызды анықтады. 1-ші орынды Жұмабеков Саят Шалқар ауылы жеңімпаз атанды. Осы барлық спорт ойын түрлері біткеннен кейін біз барша марафон иелерін тағы да марапаттайтын боламыз. Осы тойда жүрулеріңізді, алысқа кетпеулеріңізді сұраймыз. Ендеше барша марафон иелерін шын жүрекпен бүгінгі марафондармен құттықтаймыз, мерекелермен құттықтаймыз, тоймен құттықтаймыз. Кезекті келесі сайысқа береміз. Қымыз басталды. Мінекей бірінші қатысушымыз Қойшин Мұхаммед Әли Амангелді ауылынан қатысушымыз. Қанекей, қошеметтеп қойыңыздар. Қымыз ішуден жарыс басталды. 3 минут уақыт беріледі. Көрейік. Ендеше тағы да бірден 4 адам қатысады. Ахметжан Жарылқасын тағы да екінші қатысушымыз келсін, сахнаға келсін. Қорғалжын ауылы және де Қасенов Бауыржан Оразақ ауылы. Қасенов Бауыржан деген
Келді, мінекей, ағамыз келді, ендеше. Мынау Мұсабеков Қайролла. Құсбеков Қайролла. Астана қаласы. Мінекей, ағамыз Қайролла ағамыз келді. Бірден 4 қатысушымыз қатысатын болады. Барша қатысушыларға тек қана 3 минут уақыт беріледі. 3 минуттың ішінде қанша ішу керек? 3 минут ішінде үлгеру керек. Неше тостаған шетін байқайтын боламыз. Мінекей. Қазір ортада төрешіміз уақытты санайтын болады. Ал мінекей. Аспаз. Қазір уақытпен бастайтын боламыз. Құрметті қатысушылар, төрешілерді тыңдап отырыңыздар. Уақытпен бастайтын боламыз, асықпаңыздар. 3 минут ішінде кім қанша ішеді, қанша тостаған ішеді, қанша кесе ішеді, соны анықтайтын боламыз. Қайда, ерлер қымызға? Қымызға да? Бұнда жазылам деушілер бар, қымызға, қымыз ішуден. Қазір сіздер, міне, ал, мінекей, құрметті қатысушылар, тыңдап отырыңыздар. Уақыт басталды. Ал, бастаңыздар. Құрметті қатысушылар, ережені сақтап отырайық. Ережені сақтап, ағыспай, төкпей, әділ түрде қатысайық. Бәрекелді, мінекей, қатысушыларымыз өздерінің бақтарын сынамақ, мінекей. Мінекей, қошеметтеріңіз, барша қатысушыларыңызды қолдап отырыңыздар. Мінекей, ағамыз 5-ші тостаған кесе ішуде. Мына жақтағы ағамыз 4-ші. 6-шы кетті дейді. Ал, бәрекелді. 9-шы дейді. Бәрекелді. Мінекей, 1-ші қатысушымыз болды. Тоқтатты. Бәрекелді. Мінекей, 3 қатысушымыз қалды. 1 қатысушымыз ойыннан бас тартты. Әлі 1 минут уақыттарыңыз бар, асықпаңыздар. 1 минут уақытта сіздерде уақыт бар. Ендеше қазір кім қанша ішті, кім көп ішті, соларды анықтайтын боламыз. Бәрекелді. Қанша ішті ағамыз? Мінекей ағамыз 9 тостаған кесе ішті. Бәрекелді. Бұл жақтағы ағамыз 11 тостаған кесе ішті. Қошеметтеп отырайық, құрметті қауым. Бәрекелді. Жиырма 5 секунд уақыттарыңыз қалды. Міне, болды. Бір қатысушы. Тағы да бір қатысушымыз бас тартты. Тағы бір қатысушымыз бас тартты. Бәрекелді. Мінекей 2 ағамыз қалды. Болды. 10 секунд уақыт қалды. Болды. 11 тостаған кесе ішіп, мінекей. 3, 2, 1. Ойын тоқтатылды. 11. 11-де 11. Жақсы.
Все, жақсы. Болды, ендеше, мінеки, екі ағамыз 11 кесешті. Қазір кейін мықтыларды анықтайтын боламыз. Ендеше кезекті басқа қатысушыларымызға береміз. Мінеки ағамыз. Уақыт болды аға. Асықпаңыздар, байқаңыздар. Қаншама қымыз кетті ішке. Ақырын жүріп анықтас. Атанады. Бәргелі, мінеки, жас палуандарымыз. Айлин, Сақберген, Айнұр, папа, мама. Бәрі жиналып. Әр аймақтан келген қатысушыларымыз бұл жақта қолдап отырыңыздар. 1 минуттай уақыт қалды. Қатысушыларымызда 1 минут уақыт ішінде мінеки 9-шы кесені тостаған. Ішілді 10-шы бір қатысушымыз кетті. Бас тартты. Ал 30 секунд уақыт қалды. Құрметті қонақтар. Бір келді. Бір жақта қанша? 11-ші кетті. Неге? 11-ші кезеңіз кетті. Әр жақта аға. Қанша қалды? 11-ші кетті. Қай жақта? Мінеки 11, барлығы 11. 11-ден асайын деп тұрды. Құрметті қатысушылар, 10 секунд қалды. Не болды? Ана баланы істеп қойды қазір. Стоп, ойын тоқтатылды. Бір келді. Болды. 11 кесе бұл жақта шықты. Бұл жақта қанша шықты? 10. Мына жақ 10, мына жақта 11 кесе. Қошеметтеріңіз. Әргелі, енді өздеріңіз байқап отқан шығарсыздарда, қымыз шу ол, көп шу ол оңай емес. Қанша дәрумен болса, қанша пайдалы болса да, сондықтан да қолдап отырайық, қошеметтеп отырайық. Алға бас деген ауылда. Анау. Сол жақта. Түркиядан келіп қатысатыр. Әсет Түркиядан. Қолда отырайық. Бір күтіңіз. Ағамыздың алдымызда ендеше келесі қатысушымыз Нұрлан Мұқанов. Айтты ма, ағылшымыз басқаша, что-то бір. Амангелді ауылы. Нұрлан Мұқанов. Және де Ильясов Ержан. Қызылжар. Түркиядан қатысады, мына жақтан сөйлеймін да. Қызылжардан келіп жатқан Ильяс Ержан деген қатысушымыз. Қайда екен? Алишер Семейден. Түркиядан келген. Али Алишер. Өмірбек Еділ Қоянды. Қояндыдан келіп отқан қатысушымыз. Еділ Өмірбек шықты. Қоршынбай Ерболат Астана. Жоқ. Болды. Мынау жаңа келмеген ғой. Қызылжар келмеді. Ал бәрекелді. Қазір құрметті қатысушылар, жаңағы мына кісіміз түсінді ғой да? Уақыт сіздерге уақыт еншігі берілетін болады. Сол уақыттың ішінде 3 минут уақыт беріледі. Сол 3 минуттың ішінде көп ішіп үлгерулеріңіз керек. Ендеше бастайтын боламыз. Ал 1, 2, 3 басталды. Бәргелді қошеметтеп отырайық. Қанеки Түркия мемлекетінің азаматы. Мінеки Бораш Аким не? Бәргелді. Дегенмен де 3 минут ол біраз уақыт, сондықтан да асықпаңыздар. Кішкене қатты асықпаңыздар. Ережені сақтап, шашпай, төкпей ішулеріңізді сұраймыз. Бәргелі. Ең басты жеңіс емес, ең басты қатысу деп
кеп атқан ниеттері мінекей. Бір минут уақыт өтті. Еншілеріңізде 2 минут уақыт қалды. 2 минут уақыттарда кім қанша ішеді, кім көп ішеді, соларды анықтайтын боламыз. Біргелді. Қанеки, құрметті көрермен, қошеметтеп отырайықшы, қанеки. Қанеки, қолдап отырайықшы, қанеки. Ал, бірге. Ендеше осындай қызықты сайыстың куәсі болып, тамашалап отырғандарыңызға, баршаларыңызға рахмет. Қазір жеңімпаздарымызды анықтайтын боламыз. Бір минут уақыт қалды. 1 минут уақыт. Бірегей 8-ші кесеміз ішіліп жатыр. Бұна жақта әлі 1-ші кесеміз ішіліп жатыр. Дегенмен де шыққанның өзі батырлық. Сондықтан да қолдап отырайық. 20 секунд қалды. 20 секунд. Құрметті көрермендер, енді өздеріңіз білетіндер, қымызды көп ішу ол оңай емес, сондықтан да ода тұрған ештеңесі жоқ, ондай болып тұрады. Қатты көңіл аудармаңыздар. Болды, уақыт тоқтады. 8 және де қаша? 4-еу 8 ішілді. Қошеметтеп отырайық. Борашаки, мінеки, Түркия мемлекетінің азаматы. Қошеметтеп отырыңыздар. Бәрекелді. Қатысудың өзі, ол да бір ерлік. Бәрекелді. Ендеше келесі азаматтарымызды ортаға шақырайық. Қоршынбай Ерболат, Астана қаласы, бар ма екен? Жоқ дейді. Бейсенбаев Қанат, Иялы ауылы, бар ма екен? Бейсенбаев Қанат. Және де Серіков Мұхаммед, Астана қаласы. Ибрайбеков Серік, 3 сарт. 3 сарт, Серік, бар ма екен? Мінеке, отырыңыз. Және де Серкебай Марат, Жезқазған. Қошеметтеп отырайық, қанеке, Жезқазғаннан келіп отқан қатысушымыз. Кімді? Сіздер сұрағандар. Уақыт қанша? 20 секунд уақыт қалды. 10 десек. Жақсы. Ішіне туристерге келеді. Туристер ма? Түсіріш мен. Айтпысың туристер. Мен де түсіремін. Қайсы? Кіркет. Арқа тартыс қазір сапан алды өтетін болады. Арқа тартысқа қатысқан жеріңіз болса, келіңіздер, жазыңыздар, тіркеліңіздер. Туристер келді. Содан кейін қошқар көтеру жарысы сайысы өтетін болады.
сахналарына бірге керемет сайыстың куәсі болыңыздар, алысқа кетпеңіздер. Біраз фотоға түсіп. Көкпар болады ана жақта Айнұр. Может көкпарға кетті ма? Ана жақта көкпар болады, сонда кеткен шығар. Сабынды. Садырбайға кетті. Батыр жазылмаған. Жаққа кетті. Міне маған. Асық ату болып жатыр мына жақта. Assalamualaikum. Түтін иісі деген бүкіл жерді алып кетті ғой. Алмай шыққан. Алғым ақшасы. Ассалаумалейкум. Қалайсыңдар? Жай. Жүрген ғой. Түтін иісі деген алып кетті бүкіл жерді. Достар деген пустой екен. Ассалаумалейкум. Декабрьский бар. Әлі түргешін қалыңыз қалай? Привет, қарап отқан мен жоқ. Қалайсың? Логин кезі. Декабрь. Жанабайлардікі. Ялла. Әлді қымыз тасып жүр. Жантекке жанағын жаққа кірдік. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Шыне жұмыс па? Жұмыс. Қымызға тойындайын. Жарыс қатыспады ма? Жарыс қатыспады. Ялынан. Ялдан кигізі. Мен ялдан тамақ іштік. Плов. Дальше баратын шашликқа Айнұрла шақыратыр. Дальше барамыз. Жағалау жерде шашлик жедік. Мен ял. Күрес көріп отыр, күрес. Үлкен балалар күрес отыр, бағана тән-темети балалар ғой. Қазір. Молодец, красавчик.
Алтына қамшы беруде Армантай атыңа бір қамшы берші айналайын. Тура, аттың басын іркіме, Армантай аттың басын іркімеші айналайын. Қорғаушылар жұмыс жасау керек. Қорғаушылар, бөлмексің. 6-шы номерда Тұрсын Палуан. Армантайдың салуына ықпал жасап, әрекет жасау жатқан сәт. Команда болғаннан кейін осылай бір адамның баласы сияқты өнер көрсету керек ағай. Арманжан, мәреге қарай тұрамашы, мәреге қарай. Алаңға азулы әккі палуан, абзал палуан. Осындағы ойына деген астен өнер көрсету Сағат келемей сезді тұтады Алмалжан. Таңдап алған бағытың теріс болса, жүрегіне түгі жетпей үшін келесің көріп ағай. Ой, бақылады ғай. Стой, еще.
жерінде баласы баласы бұл деген азаматтарға бір қиылын сағат қол соғып Көкпарға кетті бір ешкі. Біз мына жерден машинамен келдік. Бақ берген құтығайды көрсін деп. Мына жерге. Бәрі көкпар. Мавзолей. Хоп. Не, мама келе жатыр. Ана жерде қымыз мұрындық болатыр. Эха. Осының ішіне демалу от. Жоқ. Салқынды, эха. Сыртында фото түсірік. Бір салқында болдыңыздар ғой. Дауыс деген кетті ғой. Биле. Еркем, айдап. Күштіген не салқын. Бірақ дауысымыз естілмей алды жайқадан. Ал? Алдында біз ашпап бедік еле қолып тұрды ма? Ұмыт қалды ма уже? Қорғалжын. Жылда түсіреміз. Скорый кетіп баратыр. Шандатып газель кетіп баратыр. Мен түсірін. Күрешін айтуымен бастаймыз, құрметті қатысушылар. Ал кетті, талапкер және де Астана. Астана. Талапкер командасы жеңіске жетті, қошеметтеріңіз. Бәрекелді. Ортаға Декабр және де Газель клуб командасы ортаға шақырылды. Газель клуб командасы және де Декабр командасы ортаға. Құрметті көрермендер, қазір өте керемет тартысты ойын сәті өтеді. Ендеше әдемі қызықты ойынның куәгерлері болуларыңызды және әдемі ойын тамашалауға қамшыларыңызды шақырамыз. Құрметті қатыспайтын көрермендер, кіші кедергі келтірмеңіздер. Әрмен қарай тұрыңыздаршы. Газель клуб қорғаушы және де Декабр командасы ортада. Ал мінекей басталды. Мінекей тартысты ойын. Газель клуб қорғалжын және де Декабр командасы. Бәрекелді. Ержек спид дейді. Мінекей Газель клуб командасы алда келе жатыр. Ереже бойынша соңғы ойыншыға дейін шығару керек.
Мінекей Декабрь командасы ойынды өз қолдарына алды. Және де қазіргі ойынның терезесі тең болып жатыр. Екі командада беріспей, намысты қолдан бермей жатыр. Мінекей қошеметтеп қойыңыздар. Ал мінекей Декабрь командасы. Бәрекелді. Әдемі, керемет. Декабрь командасы жеңіске жетті. Келесі Қорғалжын және де Жантеке ауылы командасы ортаға шақырылады. Қорғалжын және де Жантеке командалары ортаға шақырылады. Құрметті жанкүйерлер, құрметті Бақтияр ағаның оқырмандары, әдемі ойынның куәсі болыңыздар, тамашалаңыздар. Құрметті көрермендер, кішкене кедергі келтірмеңіздер, шетке қарай тұрыңыздар. Мынау арқан тартыс сайысына қатысып жатқан қатысушыларға Газель клуб, қане кішкене ары қарай тұрыңыздар, жігіттер, кедергі келтірмекші. Балалар, кішкене артқа тұрыңдар. Қорғалжын ауылы жеңіске жетті. Бірдеммен мінекей Қорғалжын ауылы жеңіске жетті. Екі жеңімпаздарымызды ортаға шақырамыз. Алғабас және де Талапкер командасы ортаға. Алғабас және де Талапкер. Скоро Астана болады деп қызы. Жоқ. Қазір Талапкер кішкене күте тұрыңыздар. Алғабас Талапкер кішкене күте тұрыңыздар. Жаңа ғана келіп жеткен 3 старт командасы бар екен. Ендеше айбетпесеңіздер, ретті кезекті 3 старт Алғабасқа берейік. Алғабас және де 3 старт командасы ортаға шақырайық. Талапкер командасы сіздер әзірге демала тұрыңыздар. Екінші айналымға шығатын боласыздар. Ендеше мынау екінші айналым 3 старт және де Алғабас командасы. Мынау қатыспайтын көрермендер, кішкене кедергі келтірмеңіздер, кішкене артқа қарай тұрыңыздар. Мынау Ғабит, кішкене артқа қарай былай тұрыңдаршы, бер қарай. Мына жерде видео съемкалар жүріп жатыр, сондықтан кедергі келтірмейік кішкене қатысушыларымызға да. Алғабас және де 3 старт командасы арқан тартыс сайысының екінші айналымы. Ал, қанеки, қазір керемет ойын болады. Бәрекелді, мінеки тартысты. Бір шанс ба? Бар шанс әлі. Игра, неде, кальмарыдағыдай. Жата қалыңдар. Ал, Алғабас командасы міне алда келе жатыр. Алғабас командасы. Болды, ойын тоқтатылды. Алғабас командасы жеңіске жетті. Талапкер және де Декабрь командалары ортаға шақырылады. Мінеки, екінші айналымдағы біздің жеңімпаздарымыз Талапкер командасы және де Декабрь командасы. Маринстер женема или Декабрь женема? Осы айналымда кім қай команда жеңіске жетеді, сол әрине финалға шығатын болады. Мінеки, өте қызықты тартысты ойын болады деп үміттенеміз. Талапкер және де Декабрь. Шанс қой.
Болды. Ойын тоқтатылды. Және де сайыстың жеңімпазы болған екінші айналым жеңімпазы талапкер командасы, қошеметтеріңіз. Финалға шықты. Ортаға келесі командалар Қорғалжын, Алғабас. Қорғалжын және де Алғабас командасы. Ортаға шықсын. Қай команда жеңеді, финалға талапкер командасымен шығатын болады. Содан кейін үшінші орынға таласатын болады әлде. Қазір Алғабас командасы жаңа ғана тартысқа қатысқан болатын, сондықтан да кішкене шыдап демала тұрсын, кішкене уақыт берейік. Және де осы екі команданың арасында қай команда жеңеді, сол команда міндетті түрде финалға шығатын болады. Кейін финалдан кейін үшінші орынға таласатын болады. Алғабас және де Қорғалжын ауыл командасы. Ал бәрекелді, ендеше қазір ерлер арасына арқан тартыс сайыс өткеннен кейін міндетті түрде әйелдер арасында дәл осындай арқан тартыс сайыс өтетін болады. Сондықтан да әйелдер қауымы, мынау командалардың жетекшілері әйелдер арасынан сахнаға қарай келіп жеребеге қатысуға болады. Алғабас, ал енді дайынсыздар ма? Уақыт. Алғабас командасы қайда екен? Мінекей командамыз ортаға қарай келді. Ал жартылай финал. Алғабас және де Қорғалжын ауыл командасы. Ал басталды. Мінекей Қорғалжын ауыл командасы. Бәрекелді, жеңіске жетті Қорғалжын ауыл командасы және де финалға шықты арқан тартыс сайысынан. Бәрекелді, ендеше үшінші орынға таласуға Декабрь және Алғабас командасы дайындалсын. Кішкене Алғабас командасы дем алсын. Шамалы 2 минут, содан кейін үшінші орын жеңімпаздарын анықтайтын боламыз. Содан кейін финал. Финалға дайындалыңыздар. Қорғалжын ауыл командасы және де талапкер командасы. Қазір бізде үшінші орынға талас өтеді, кейін сосын финал болады. Мен ерте келген онда. Мен ертақым. Құрметті көпшілік, құрметті қауым алыс жақынан келген көпшілік, барша қонақ, барша қадірменді ағайын, ендеше қазір керемет ойындар осы сахна төрінде өтетін болады. Арқан тартыс және де қошқар көтеру сайысы әлі алда өтетін болады. Қызықты керемет сайыстар. Ендеше сол әдемі сайыстың куәсі болыңыздар. Ешқайда алысқа кетіп қалмаңыздар. Алғабас және де Декабрь командасы шықсын ортаға. Үшінші орынға. Алғабас және де Декабрь командасы.
және Алғабас. Мынау, мына жерде кедергі келтірмеңіздерші. Мынау тұрған Ділхан, Жанабай. Артқа қарай тұрыңыздаршы кішкене. Артта тұрған басқа да көрермендер бар, ендеше кішкене кедергі келтірмейік бір-бірімізге. Ал, мінекей, 3-ші орынға талас басталды. Алғабас және де Декабр. Алғабас және де Декабр командасы. Кедергі келтірмеңіздер. Артық адамдар, кішкене. Артқа. Шетке қарай тұрыңыздар. Алғабас келді. Келді, мінеге Алғабас командасы алда келе жатыр. Ер жекіспей, бекіспей дейді, мінеге күш атасын танымас. Өтте әдемі тартысты ойын. Келді, қанеге қолдап отырайық. Декабр және де Алғабас командасы. Ал жігіттер, намысты бермеңдер, соңына дейін. Келді, мінеке Декабр командасы 3-ші орынды иеленді. Күте тұрыңыздар, әлі бастамаңыздаршы, ортада тұрған Ғабит. Олай, кішкене артқа қарай тұрыңыздаршы, артқа жақындамаңыздаршы. Қаншама адамдар көргісі келіп жатыр. Бір-бірімізге кедергі келтірмейік, бір-бірімізді құрметтейік. Ал, мінеке, финал. Мықтыларымыз финалда. Қорғалжын және де Талапкер командасы. Мінеке шамалы аз қалды. Жақындамаңдар дейді. Ал, мінеке Қорғалжын және Талапкер. Келді. Арқан тартыс сайысында 1-ші орынды иеленген Талапкер командасы. Келді. Айтылмай Талапкерді. Алдағы уақытта Анжелика жүрегі өтетін болады. Келді ма KZ? Мынау қандай KZ? Лидер KZ, да? Лидер мінеке. Мінеке әйелдер қауым командасының 4 командамыз анықталды. Қазір жребий өтіп жатыр. Кейін әйелдер қауым ортаға шығып тартысатын болады. Ялы және де лидер. Ялы және де лидер KZ командасы. Келесі Алтай Қорғалжын командасы дайын тұрсын. Ойынның ой-өрнегін көрсетіп болады. Ендеше бастаймыз. Лидер KZ және де Ялы командасы мінеге. Лидер KZ командасы алда. Екі аяқпен, бір аяқпен қойып. Екі аяқ. Екі аяқ. Арттағы адам атшы.
Ал. Жоқ, жаңа бір аяқпен тартады ғой біреу ортасына. Ал, ұялы. Шалқаймай. Лидер Кизет командасы жеңіске жетті. Алтай және де Қорғалжын командасы ортаға шақырылады. Алтай және Қорғалжын. Қандай ғаспады? Иә, екі жақта болу керек дұрыс ұстады. Ой, бес шанс қой. Қорғалжын командасы жеңіске жетті. Ендеше Алтай кішкене үшінші орынға таласады. Алтай және Ялы командасы. Үшке талас. Алтай және де Ялы командасы. Ялы жеңеді жақты. Келесі финалистеріміз дайын тұрсын. Қорғалжын және де лидер командасы. Екі жаққа. Неге бір жаққа бәрі жиналған? Қорғалжын және де лидер командасы. Дайын тұрсын. Неге екі жаққа жиналмайсыздар? Шығыңыздар енді. Ұялы. Ялы командасы үшінші орында иеленді. Қошеметтеп отырайық. Ендеше финалистеріміз ортаға шақырайық. Лидер және де Қорғалжын командасы. Лидер Қорғалжын ортада. Әдемі ойынның ой өрнегін көрсететін болады. Бір келді. Мінеки финалистеріміз. Ал Қорғалжын және де лидер командасы. Мінеки қошеметтеп отырайық әйелдер қауымына. Ал Қорғалжын мінеки жеңіске жеткен Қорғалжын командасы. Бәрекелді. Бәрекелді. Ендеше сахнада тұрған барша құрметті көрермендер сахта сыртына түссеңіздер, шықсаңыздар, өтініш қазір марапаттау рәсімі өтетін болады сахнада. Ендеше баршаларыңызды сұраймыз сахнадан түсулеріңізді. Құрметті көрермен, қазір жаңағы сайыстардан жеңімпаздарды марапаттайтын боламыз. Кейін ойынымызды сайысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Кішкене сабыр сақтап шыдай тұрыңыздар, алысқа кетпеңіздер, той төрісіне жиналыңыздар. Әдемі керемет келесі ойындардың сайысына куә болыңыздар, тамашалап отырыңыздар. Сау барша қатысушыларымыз сол сайыс алаңына барсаңыздар, өтініш бие сауға қатысатын барша қатысушыларымыз.
Қошқар көтеру. Жақсы сөздер. Биыл кім алады екен деп ойлайсыз? Бәрекелді, қошеметтеріңіз. Не істеп жатыр ма? Құрметті көрермендер, ескертейік сіздерге, бір таныстырып өтейік. Бұл әдейі арналған қошқарды таза түрде көтеру үшін осы кіртасымен анықтайтын болады қазір. Мынаған бір рет көтермей тұрмыз осы. Қырқылған. Уақыт дайын. Ендеше бірінші қатысушымыз мінекей Нариман, Астана қаласы. Жомарт 3 килограмм шығар. Бәрекелді. Анда қошқар мынадан да ауыр. Бәрекелді. Ал, Мына жігіттен ауыр басталды. Уақыт. Уақыт кетті. 8, біреу. Тиген жоқ. 3, Ашы жарайды санады. 4, 5, 5, 6, 7, 8, Осымен 9, қанеки қолдап отырайық. Мінеки Астана қаласының палуаны Нариман. 10, 11, 12, 1 минут уақыт өтіп кетті. Алда әлі 2 минут уақыты бар. 13, 14, 15. Жігіттер, бірақ төреші болсын, болды. Барлықтарыңыз. Қанша болды? 17. Бір төреші болсын, жігіттер. Кедергі келтірмейік. Болды, қалғандарды санамайық. Қанша болды? 17 рет көтерді. Қошеметтеп отырайық, қолдап отырайық. Мінекей 17 рет көтерген Астана қаласының палуаны Нариман атты палуан. Бәрекелді, ендеше екінші нөмірлі қатысушымыз Қорғалжын ауылы Жасылан палуанымыз. Бәрекелді, уақыт басталды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Қанеки қошеметтеп отырайық. Жасылан деген палуан Қорғалжын 20 рет көтерді әзірге. 21, 22, 23, 24, 25. Bir minut vaqt o'tdi. 26, 27, 28, 29. Бәрекелді. Давай. 31, 32, 33,
34, 35. Қошқар көтеру оңай емес. Дегенмен де не бел кетеді, не белбеу кетеді. Ендеше қолдап отырайық. Қанша ол? 36. 2 минут өтті, 1 минут уақыт қалды. 37, 38, 39, 40. Қошеметтеп отырайық, 40 рет. Қошқарымызды көтерген болатын Жаслан деген палуанымыз. 41, 42, 30 секунд қалды. Қанеки, намысты қолдан берме. Жаслан күш атасын танымас. Ендеше алға бас, шап, қайна. 44, 5 секунд уақыт қалды. Стоп, уақыт болды. 46 рет. Бері келді. Қанеки, Жаслан палуанымызға қошеметтеп отырайық. Қанеки, 46 рет қошқарымызды көтерген болатын. Мінеки, үшінші қатысушымыз Амангелдинов Мұхаммед, Астана қаласы. Асықпаңыздар, уақытпен төрешін айтқанымен. Амангелдинов Мұхаммед палуанымыз мінеки. Ал, басталсын. Болды. Тиген жоқ. Ереже бойынша тию керек. Тимеді. Жоқ. Саналмайды. Ал құрметті көрермен, мына жерде кішкене бір қызық жағдайлар болып жатыр. Ереже бойынша жамбас кіртасына тию керек, бірақ өкінішке орай Мұхаммед палуанымыздың ортадағы белбеуі кедергі келтіріп, жамбасы кіртасына тимей жатыр. Мінеки, бәргелі. Келесі қатысушымыз ортаға шақырайық. 4-ші қатысушымыз Қарашақлақов Азат. Ащысу станциясы. Азат палуанымыз. Ал, уақыт баста. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Жиырма 23,
5, 26, 27, 28, 29, 1 minut o'tdi. 30. 1, 32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30. Артта төрешілер бар. Мен төреш емеспін. 38, 39, 40. 1 minut vaqt qaldi. Жоқ, ол алдына қарап отыр. Алдына кішкене жылжып жүріңдерші жігіттер ол. 41, 42, 43. Қанша қалды? 40 секунд vaqt var. 45, 44, 44, 45. Oldu. 45. Жоқ, мен санап жатырмын, бірақ арттан көрешілер қарап отыр. Білейін, қанша? Ерчо, 40. Сөз, 46. Ортаға Дархан, Есенғалиев Дархан, Астана қаласы. Біргелі. Есенғалиев Дархан, Астана қаласы. Ал басталды. 2, Әзірге 11 берді. Есенғалиев Дархан, Астана қаласы құрылады. 19. Şiirma. Bir yarım minut vaqt o'tdi.
таймаутқа 1 минут уақыт қалды. Дархан деген палуан, Астана қаласының палуаны, мінекей қошеметтеп отырайық. Қолдап отырайық мінекей. Шелек жіберіп отырайық. Мінекей палуанымыз 35 соңына дейін. Жиырма секунд уақыт қалды. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Қошқарды алып кетті мінекей Есенғалиев Дархан деген палуанымыз. Қошеметтеп қояйық. Астана қаласының палуаны Есенғалиев Дархан бүгінгі мінекей Қошқар сайысының жеңімпазы 48 рет Қошқарды көтеріп, соңғы секундқа дейін көтеріп, мінекей Қошқарымызды алып кетті. Ендеше сайысымызды әрмен қарай жалғастырайық, көп ұзамай. Гір тасын көтеру сайысы. Барша гір тарысына жазылғандар